Сәлеметсіздер ме? Мен Құттымұратова Балзия Мұратқызы. Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу пәні бойынша Еліктің, лағы атты тақырыптың қорытынды кезеңіне түсіндірме жүргізетін боламын. Бекіту кезеңін соңғы кезең еркін микрофон әдісін қолданамын. Балалар, енді бүгінгі біздің сабағымыз аяқталуға сәл қалды. Қорытындылау үшін біз еркін микрофон атты әдісті қолданатын боламыз. Бұл әдістің мақсаты сендердің бүгінгі сабақта нені ұғынғандарыңды және сабақтан қандай әсер алғандарыңды анықтауға үлкен септігін тигізеді. Менің қолымда микрофон тұр. Мен осы микрофонды қазір кез келген оқушыға тосамын, және сол оқушы бүгінгі сабақтан алған әсерін, қандай көңіл күйде отырды, немесе қандай кезең ұнады, соның барлығын айтып, ішіндегісімен бөлісетін болады. Жарайсыңдар, енді келесі кезең чемодан әдісі деп аталады. Бұл әдісті қолданудың мақсаты бүгінгі сабақты қорытындылау, яғни мен сендерге қазір күлегештер таратамын. Сол күлегештерге бүгінгі өткен тақырып бойынша қандай білім алдыңдар, соны жазасыңдар. Және де сол білімді сендерге өздеріңе болашақта керек деп ойлайтын болсаңдар, сол күлегешке жазып болған соң, егер керек деп есептесеңдер, чемоданға барып қыстырасыңдар. Ал егер де ол білімді болашақта маған керек болмайды деп есептейтін болсаңдар, онда ол күлегешті қоқыс жәшігіне лақтыратын боламыз. Мұқият ойланып жазамыз. Жарайсыңдар, сабақ аяқталды.